Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалу жолы өте оңай, бір жасағаннан шығатын, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығатын, сочный болатын осындай чебуректердің рецептіне бөлісетін боламын. Осы рецепт бойынша жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырын илеп аламыз. Сол үшін бізге електен өткен ұнымыз қажет. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз және бізге қазір ғана қайнап шыққан ыстық суымыз қажет. Осы ыстық суымыздың үстіне бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз толығымен еріп кетуі қажет. Осы ыстық суымызды ұнымыздың үстіне толығымен құйып жібереміз. Және бірінші кезекте қасықтың көмегімен араластырып аламыз, өйткені қамыр ыстық болады, қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Қамырымыз сәл суығаннан кейін барып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, еуін қайындырып, орташа қаттылықтағы қамыр илеп шығатын боламыз. Мінекей бізде осындай қамыр шықты. Бастапқы кезде өйстіп тұрады. Пакетикке салып, жарты сағат көлеміне қойып қоямыз. Сонда июі қанып, әдем болып шығатын болады. Осы уақытта біз ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Осындай жуаларымызды толығымен ашып алдым. Енді осыны үткіштен өткізетін боламын. Үткіштен өткізгенде майда болып әдем болып шығады. Егер сізде блендер болатын болса, блендермен езіп алыңыздар. Сонда суы әдем шығатын болады. Осылайша барлығын үткіштен өткізіп аламын. Мінекей біздің жуаларымыз бәрі үткіштен өтті. Көрсеңіздер, міне шетінен суларым бәрі шығып тұр. Мен тағы да майдалағым келді, яғни іштерінде кішкене ірілер көздер болды. Осылардың бәрін тақтайдың үстіне қойып, пышақтың көмегімен тағы да майдалап шығамын. Өте майда болып шыққан жуаларымызды енді қайтадан ыдысымызға саламыз. Көрсеңіздер, өте майда болып шықты және суы да жақсы шығып тұр. Осының үстіне фаршымызды саламыз және дәміне қарай үстіне бұрышымызды және тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің жарты сағат тыныққан қамырымыз өте жұмсақ, әдем болып шыққан. Біздің қолымызға да және дастарханның үстіне де жабыспайды. Осы қамырларды таразының көмегімен 44-45 граммның жобасында осындай бөліп шығып, дөңгелетіп, пакетиктерге салып аламыз. Барлығын бөліп шығатын боламыз. Бөлінген қамырларымызды осында мен кішкене төртбұрышты пакетикті ұзынша етіп бөліп алдым, ортасынан кесіп алдым. Осының үстіне барлық бөлінген қамырларымызды жақсылап дөңгелетіп, пакетиктің үстіне қойып шығатын боламыз. Араларын алшақ қоямыз. Сонда бір-біріне жабысып қалмайтын болады. Осылайша бәрін қойып қойған кейін екі шетіндегі пакетикті қайтадан жауып, осындай бір ауа кіріп кетпейтіндей және бір-біріне тиіп қалмайтындай осындай қойып қоятын боламын. Өз қалауларыңызша басқа да тәсілмен істесеңіздер болады. Осылай қойып 20 минут көлеміне қойып қоятын боламын. Мінекей біздің қамырларымыз тынық шықты, жұп-жұмсақ, әдем болып шықты. Жайылуға да өте оңай болады. Кішкене ұн сеуіп жібердім. Мінекей осылайша жұп-жұқа әдемі қылып жаятын боламыз. Жайылған қамырымыздың бір шетіне фаршымызды саламыз. Дөп-дөңгелек көлемде болу міндетті емес, артық жер болса кесіп тастасаңыздар да болады. Немесе екі бетін біріктіріп атқан кезде қамырды кішкене тартып, созып жіберіп, бірдей көлемді қылып жіберсеңіздер болады. Осылайша фаршымызды салып, ішіне тегістеп шығамыз. Жұқа қылып салуымыз керек фаршты. Фарш көп болып кетсе де болмайды, ол кезде фаршымыз піспей қалады. Осылайша фаршымызды салып, үстіне қамырымызды жауып, вилканың көмегімен айнала шетін басып шығатын боламыз. Мінекей осында қамырымыз шықты. Қамырымызды бір шетке қойып, бетін міндетті түрде күленкімен жауып қоятын боламыз. Немесе қаясып кететін болады. Қамырларымызды осы ретпен барлығын істеп алатын боламыз. Өйткені қамырларымызды майға салған кейін тез-тез піседі. Бірінен кейін бірін жақсылап тұрып пісіріп алатын боласыздар. Осы уақытта отымызға тапамызды құйып және майымызды қыздыра берсек болады. Қызып тұрған майымызға чебуректерімізді салатын боламыз. Чебуректеріміз салғаннан кейін кішкене көтеріледі. Көтерілген уақытта негізгі чебуректердің жақсы пісу құпиясы осы үстіне майды құйып тұруда.
екінші беті көтерілген уақытта мінекей үстіне майды тоқтатпай құйып тұрамыз. Сол кезде әдемі болып көтерілетін болады. Көпіршіктері, пузырьктері яғни көп болып әдемі болып пісетін болады, қытырлақ болады. Бірінші беті піскеннен кейін екінші бетін алмастыратын боламыз. Және майымызды тоқтатпай құйып тұруымыз керек. Сонда әдемі болып пісетін болады. Осы чеберектегі керекті заттардың барлық мөлшерін осы видеоның астында описание бөлімінде грамдармен бірге жазылып қойған. Сол жерге басып өтсеңіздер болады. Мінекей біздің әдемі, сыты қытырлақ, іші жұмсақ, сочный шүберектеріміз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің видеом сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, менің каналыма жазылып, қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы дәмді рецептермен бөлісетін боламыз. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.